Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, қадірлі Қарағанды облысының тұрғындары. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіретіміздің бастамасымен дін мен дәстүр бағыты аясында дәстүрге айналған жарапазан жырын бүгін міне барша Қарағанды қаласының имамдары, бүгін міне барша ел болып, халық болып, ақсақалдарымызбен бастағалы отырмыз. Рамазан айы құтты болсын ағайын. Ассалаумағалейкум мұсылмандар, ойының хақ жолына ұсынғандар. Құтырлап отбасына бағынарсың, Құдайым қабыл етсе ісің оңдар. Атыңнан айналайын хақ пайғамбар, Алладан әмір келсе жақпайланар. Аллаға тіршілікте құлшылық қыл, қара жер өлгеннен соң тақтайланар. Балалардың мінгені жорға тай болсын, жорғалатып келгенде байдың көңілі жай болсын. Ай жағынан қарасаң, алтын терек орнасын, күн жағынан қарасаң, күміс терек орнасын. Бөлшіл бол, боз торғайдай төршіл бол, бәйтектей бірлі бол, пайғамбардай нұрлы бол. Мұхаммед үмбет айтқан жарапазан, оразаң қабыл болсын ұстаған жан. Ораза айы келді ел жараңдар, бұл айдың фәзілеті кәлемда бар. Өлеңі жарапазан айы емес, бүгінге осылайша болған хабар. Құдайым мұсылманға несіне бер, күлгенмен ойнағанды кешелегір. Күнәміз таудан үлкен тастан қақты, су сеуіп тозақ отын өшелегір.